Сәлем досым, әпкем, сіңілім. Осы аудионың шығуын көп күткеніңді білемін. Дәл қазір саған тыңдап отырғаның үшін көп-көп рахмет. Әрбіреуіңіздің көкейіңізде бұл қандай кітап, не жайлы екен деп ойлап отырған шығарсыз. Себебі осы кітапты алдым дегеннен бастап көп оқырмандар осы кітап жайлы өз ойымды айтуымды сұраған болатын. Сіздерге бірден айтайын, мен бұл кітапта 0,1% ғана сіздерге қазір айтамын. Себебі мен сіздің осы кітапты өзіңіздің оқығаныңызды қалаймын. Бай болам десеңіз, бизнес бастайым десеңіз, сіз бұл кітапты басынан бастап аяғына дейін өзіңіз оқып шығу керексіз. Және бұл кітап өкінішке орай қазір сатылымда жоқ, бірақ тегін жүктей аласыз. Дәулеттен деген инстаграмға кіресіз де сол жердегі ақпаратпен танысып, 3 ақпан күні тегін жүктей аласыз. Ендеше мен бастайын. Жалпы бұл кітап байыса қазақ байысын, әрекетке берекет деп жүрген қазақтың баласының Дәулет Төлеутайұлының кітабы. Аудиода мен өзімнің түсінігіммен кітаптан ұққаным бойынша сіздерге айтатын боламын. Біздерге осы кітап арқылы кәсіптің қырлары мен сырларын, түрлері мен тәсілдерін ұқтырды десем болады. Ендеше кітаптың тілімен сөйлеп бастайын. Бәрімізге белгілі Авраам Линкольн былай деген екен: мақсатына жеткендер басқалардың өз мақсатына жете алатындығының дәлелі. Ендеше айналаңызға қараңыз, инстаңызға қараңыз. Мақсатына жеткендер бар және олар өте көп. Бір кездері олар да төменде болған. Демек сіз де жоғарыға шыға аласыз. Тек әрекет ету керек. Досым, қазір 21 ғасыр. Ақпараттың заманы. Білім алыңыз, дамыңыз, ізденіңіз. Қазір үйде отырып миллион табуға болады, диванда жатып ақша табасың деген сөздер өте көп, білем. Бірақ есіңізде болсын, тегін ірімшік қақпанда ғана. Сол үшін де ата-бабаларымыз тал бесіктен жер бесікке дейін ілім үйреніңдер деп бекер айтпаған. Барлығы негізі бақытты өмір сүргісі келеді. Кімнен сұрасаңыз да бақытты өмір сүргісі келеді. Онда неге бәрі бай, бақуатты болып кетпейді деп ойлайсыз, иә? Жауап тек қана біреу. Әрқайсысы әртүрлі дәрежеде өмір сүреді, еңбек етеді. Осы жерде өз ойымды айтқым келеді. Негізі байға да кедейге де берілетін 24 сағат. Оны қалай қолданасыз өз еркіңізде. Егер сіз оны мақсатыңызға қол жеткізіп, арманыңызды орындау үшін пайдалансаңыз, еңбек етсеңіз, әрекет етсеңіз, онда сіз өзіңіз қалаған нәтижеге қол жеткізесіз. Ерте ме, кеш пе. Достар, бұл тек қана бастамасы ғана. Бұл кітап жайлы мен басынан соңына дейін барлығын айтып шыққым келеді, бірақ мен бұл кітапты сіздің өзіңіздің оқығаныңызды қалаймын. Сізге мотивация ғана беріп қоймайды бұл кітапты, сізге қанат бітіреді деп айтсам болады. Егер сіз өзіңіздің шаруаңызды неден бастайтыныңызды білмей жүрсеңіз, онда бұл кітаптың ішінде топ 30 бизнес бар. Сол ішінен өзіңіз таңдап, сондағы жоспарлармен таныссаңыз да болады. ИП-ны қалай ашу керек, инстаграмды қалай жүргізу керек, қалай заңдастыру керек, осының ішінде барлығы бар. Тек сіз оқу керексіз. Егер осыны оқысаңыз, өзіңіздің арман мен мақсат жолыңызда мықты фундамент құясыз деп мен айта аламын. Ал сәттілік.